Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздердің өте жиі қоятын сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Бұл сұрақ күніне кемінде 15-20 адамнан міндетті түрде қойылады. Жаңағы YouTube каналға келеді, не болмаса менің жұмысымдағы клиенттер міндетті түрде: Индира, айтыңызшы, шашымды қалай тез өсірсем болады? Неге шашым өспейді? Неге баяу өседі? Деген сұрақтар өте жиі келеді. Сол сұрақтардың қорытындысын бүгін мен сіздерге жауап берейін деп шештім. Бүгінгі біздің видео ол маска емес, ол сіздерге пайдалы кеңестерге арналады. Әр жаңағы шаш күтіміне өзіндік септігін тигізетін ингредиенттер, жаңағы маскалар және де ережелер жайлы айтып. Ал жаңағы видеоға кіріспес бұрын мен сіздерді өзімнің каналыма шақырамын. Міндетті түрде каналға өтіп, подписка бөлімін басып, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Сол кезде мен сіздер үшін арнайы түсірген бет күтімі, шаш күтімі, қыздарға, жасөспірімдерге пайдалы кеңестер мен маска лайфхактармен және де ингредиенттермен бөлісіп отырамын. Және де сіздердің бізбен бөлісетін пайдалы ақпарат, ингредиент, маскаларыңыз болса, лайфхактарыңыз болса, міндетті түрде комментария бөліміне жазыңыз. Бірге эксперимент жасап, видео түсіріп, елдерге оны үйретіп таныстыратын боламыз. Ал енді біз жаңағы өзіміздің ең тікелей сұрағымыз, шашымызды қалай өсіреміз дегенге жауабын беруге кірісейік. Ал қыздар, сұрақтарыңызға жауап. Ең алдымен мен сіздерге беретін кеңесім, 2 қағиданы жақсылап ұстану қажет. Сапалы, ұзын, әдемі шашты өсіру үшін ең алдымен сіздерге шыдамдылық қажет. Шыдамдылықтың арқасында сіздер жеңіске жетесіздер. Әлі әлемде шашты жуа салып, не болмаса сол масканы жаға салып, ұзын қыз жібектей болып өсетін затты әлі ойлап тапқан жоқ. Тек қана біздің сіздерге беріп жүрген маска, ингредиент, рецепттарымыз ол септігін тигізеді, көмектеседі және жағдайын жақсартуға көмектеседі. Сол себепті ең алдымен сізге шыдамдылық қажет. Мысал ретінде адам баласының шашы бір айда 1 немесе 1,5 сантиметрге өседі. Яғни ең алдымен сізге қандай ұзындық қажет екенін анықтап алу қажетсіз. Мысал ретінде сіздің ұзындығыңыз дәл менікіндей, бірақ бел жаңағы шамасындағы ұзындықты қаласаңыз, онда санаңыз. Жаңағы айына 1,5 сантиметр өсетін шаш, 10 айда 1 жылда шамамен 18 сантиметрге дейін өседі. Яғни сіздің осы иықтан белге дейінгі өлшемі ол 20-30 сантиметр, сонда сізге кем дегенде 2-3 жыл уақыт қажет етеді. Ал одан да ұзын шашты қаласаңыз, әрине кемінде 5 жыл уақытты талап етеді. Сол себепті шыдамды болыңыздар. Тек қана шыдамды болып отырып, жай қарап отыруға болмайды. Ол үшін міндетті түрде шаш күтімінде жасап жүру керек. Жаңағы сіздерге берген маскалар, уходтар және уақытында шашты кесіп тұру қажет. Ал шаш күтіміне келген кезде ол жаңағы мен айтып өткен 2-ші қағидаға жатады. 2-ші қағида міндетті түрде ол дисциплина. Дисциплина дегеніміз, өздеріңіз білесіздер, әр затты нақты инструкция бойынша уақытымен және дұрыс жасап отыру. Соны біз дисциплина дейміз. Яғни сізді шашты өсіру барысында жай ғана қарап отырмай, оған сіз қолғабыс ретінде көмек жасау керексіз. Сол көмекті уақыты мен инструкция бойынша дұрыс жасау білу керексіз. Мысал ретінде адам баласы аптасына кемінде 2-3 рет басыңызды 2 қайтара жуу қажет. Және де бас терісін ғана жуамыз, шаштың ұзындығына су сабын жақпаймыз. Бас терісіндегі су сабын
ұзындығымызға тиіп, өзі керек емес шаң тозаңды шайып шығады. Ол ең басты ереже. Міндетті түрде басты аптасына 2-3 рет жуып, бас түбін су сабынмен 2 қайтара жуып, ұзындығын жумаймыз. Бальзам, кондиционер, маскаларды шаштың ұзындығына ғана жағамыз, ал басымызды жуып болғаннан кейін полотенцамен осылай үйкелеп сүртуге болмайды. Сол кезде шашыңыз құрғамайды және сынғыш болмайды. Шашты су кезінде тарауға болмайды және де шашыңыз су кезінде фенмен осылай жан-жаққа айналдырып кептіруге болмайды. Қалай жасаймыз десеңіз, міндетті түрде су кезінде басыңызды жуып болғаннан кейін ұзындығына май жағамыз. Және де алыстан термозащита тек қана ұзындығына себеміз. Мейлінше табиғи жолмен шашымызды кептіруге тырысамыз. Сол кезде шашымыз құрғамайды. Шаш өсу үшін ең маңыздысы шаштың ұшы құрғамау керек. Шаштың ұшында ұштаңғыз, яғни секушсе кончики болмау керек. Және де шашыңыз тым қатты күнделікті краскаларға, осветленияға бейім болмау керек. Сол кезде шашыңыз жақсы ұзын өсетін болады. Ал шашты кесу үшін, егер шашыңыз өте тым қысқа болса, 3-4 ай көлемінде бір рет кесеңіз болады. Ал шашыңыз тым жұқа, ұштаңғыш, сынғыш болса, әр ай сайын, не болмаса 1,5 ай сайын жарты миллиметрден болсын, міндетті түрде шашын ұшын кесіп тұру керек. Және де сіздерге нақтырақ түсіндіріп айту үшін, не себепті шашты өсіру барысында біз оны кесуіміз қажет. Ол өте маңызды рөл атқарады. Себебі, мысалы ретінде сізге түсінікті болу үшін былай айтайыншы, шашыңыз өсіп жатыр, боялған шаш деп санадық, иә? Сіз байқайсыз, шашыңыз өсіп жатыр, краскаңыз боялған мына жерге жетті, ал ұзындығы жоқ, көрінбейді. Ол қайда? Себебі сіз уақытында кеспейсіз. Себебі сіз шашыңызды жаңағы жуған кезде сразу су күйінше тарайсыз. Себебі сіз шашыңызды резинкамен мұжып тұрып, түйіп тұрып жинайсыз. Себебі сіз шашыңызды, құрғақ шашыңызды үнемі утюжок, фен пайдаланасыз. Осы себептердің бәрі шаштың ұзындығын сындыруға алып келеді. Оны көп үй жағдайында сіздер байқай бермейсіздер, оны көбінде олар түсіп жатыр деп ойлайды. Ол түспейді, ол сынып жатыр. Сол себепті ұзындық көп. Яғни, 2 қағиданы сақтай отырған кезде шыдамдылық және дисциплина сіз жақсы нәтижеге жетесіз. Шыдамдылықты құр қарап отырмай, сізге дисциплина қажет болады. Сол себепті міндетті түрде айтып өткендей, уақытымен басыңызды жуып, уақытымен шашыңызға уход жасап отыру қажетсіз. Және де сізге шаш өсіруге қосымша маска, қосымша дәрігерлік көмектерге жүгінуге болады. Маскадан басайтын болсақ, ең актуалды, ең жақсы пайдасын тигізетін табиғи өнімдердің 3 түрі бар. Ол бізде пияздың қабығы, айран және де күріштің суы. Осы 3 түрлі ингредиенттен маска жасап отырсаңыз, кем дегенде айына 3-4 рет результат болады. Ал дәрігердің біздің шаш өсімізге қандай септігін тигізеді? Ода да өте маңызды рөл атқарады. Трихолог маманы ол шашты зерттейтін маман, яғни шаш дәрігері. Міндетті түрде шашыңыз өте көп түсіп бастағанда, не болмаса тым өспей қойғанда, трихолог маманы жүгіні барлық анализді тапсырады. Сол кезде сіздің ағзаңызда қандай дәрумендер, не болмаса қандай аурудың бар екенін тауып береді. Яғни дәрумендердің жетіспеушілігін анықтап береді. Одан кейін барып сізге назначение беріп, сол витамин дәрілерді ішу арқылы қалпына келтіруге болады. Ол да өте жақсы көмек тигізеді. Одан бөлек косметолог маманы сіздің шашыңыздың бас терісіндегі ұйықтап қалған луковица, яғни шаштың түбін оятуға жақсы көмектеседі. Ол үшін плазма лифтинг және де мезотерапия
көмекке келеді. Яғни, жаңағы сіздің ішіп жүрген дәрумен, жаңағы дәрілеріңіздің бәрі сол косметолог маманы тікелей укол ретінде жаңағы реакция жасайды. Плазмалифтинг дегеніміз ол өзіңіздің қаныңызды алып, центрофугаға салып, обработка жасап, плазмаға, яғни сары суға айналдырады. Сол сары суды бас құйқасына жаңағы құятын болсаңыз, шприцпен шашыңыз жылтырап, қалыңдап және тез өсуге бейім болады. Жаңағы бас терісі қалыңдайды, бас терісі зақымданудан, қайызғақ болудан, раздражение, зудтан құтылуға жақсы көмегін тигізеді. Дәл осылай мезотерапия ол арнайы дәрігерлердің ойлап тапқан жаңағы дәрумендері. Дәл осылай бас терісіне укол ретінде салып, шашыңызды қалпына келтіруге. Және де қыздар, сіздерге ең берік кеңесім, шашты ұзындығын жерге дейін, полға дейін тигізіп өсіруге болады. Тек қана қалыңдығына еш әсер ете алмайсыздар. Ол тұқым қуалаушылық, жаңағы сіздің табиғи туылыңыз осындай, жаратылысыңыз осындай болғандықтан, ол тұрып қалыңдап кете алмайды. Жай ғана бір жаңағы гормондық бір өзгерістер болып, ағзаңыздың құрамы бір өзгеріп, жаңағы сондай кезде ғана қалыңдап жатпаса, бірақ маскалардан, сывороткалардан, шампуньдардан шашыңыз қалыңдамайды. Соны міндетті түрде жаттап алыңыз. Және де шаш қалыңдатады деген затқа мүлдем сенбейміз. Ал сіздерге сәттілік, шаштарыңыз сау, ұзын болып өсуіне сіздерге шыдамдылық пен дисциплина тілеймін.